Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы витаминдер. Витаминдер дегеніміз бұл ағзаның тіршілік әрекетіне қажет органикалық заттардың жеке тобы. Яғни витаминдер ағзаның суық тиюден сақталуына әсер етеді екен. Амин қышқылдар, майлар, нуклеин қышқылдары, гормондар синтезі мен ыдырауына қатысады. Ферменттердің құрамында болып, биохимиялық және физиологиялық процестерге қатысады екен, және жұқпалы ауруларға қарсы тұруына ықпал етеді, денсаулықтың нығаюын қамтамасыз етеді. Яғни витаминсіз біздің денсаулығымыз өте ауруларға тез беріліп кететін болады. Сол себепті витаминдерді жеу, дұрыс мөлшерде тұтыну өте маңызды. Келесі, витаминдердің ашылу тарихына бір шолу жасасақ, 1881 жылы бір орыс ғалымы, яғни дәрігері Лунин деген бір кісі болады. Сол тәжірибелердің нәтижесінде тағам құрамында қандай да бір ерекше заттардың бар екенін байқайды екен. Олар болмаған кезде ағза ауруға шалдығатынын анықтады. Яғни витаминдердің былай ең бірінші ашқан адам Лунин деп есептесек болады. Кейін 1911 жылы поляк ғалымы Функ тазартылмаған күріш пен қоректенген көгершіндерді паралич сал деген ауруынан емдейтін затты күріш кебегінен бөліп алады екен. Ол бұл затты витамин деп атайды. Витамин деген латынша бізде тіршілік деген мағынаны білдіреді. Вита деген сөзден шықты. Келесі, біз әр витаминге бір қысқаша шолу жасап кетсек. Витамин А эпителий жыршылардың дамуы мен қалыпты өсуін реттейді. Ферменттердің жұмысын күшейтеді. Көру пигменті родопсиннің түзілуін қамтамасыз етеді. Бұл өте маңызды сөйлем. Өсу витамині деп аталады екен. Жануартекті өнімдер бұл бауыр, сары май, балық майы. Өсімдіктекті өнімдер бұл құрамында каротин бар сәбіз, қызанақ, асқабақ және тәтті бұрыш. Тәуліктің мөлшері 1 немесе 1,5 мг болу керек. Витамин Д, каротиноидтар дегеніміз бұл сәбіз, өсімдіктер құрамында кездесетін қызғылт сары табиғи пигменттер. Жарық энергиясын сіңіріп фотосинтезге қатысады. Адам ағзасында каротиноидтардан витамин А түзіледі екен. Егерде адам ағзасында А витаминінің жетіспеушілігі болса, осындай белгілер байқалады екен. Күндіз жарық көзінен көз қарығу, көлік жарығының күшті әсер етуі, көзге яғни ымыртта немесе түнде көрудің нашарлауы, ақшам соқырлығы деген ауру, шынтақ, тізе, бөксе терісінің қызаруы, тамақтың шырышты қабығымен жиі қабынуы, бас терісіне қайсылықтың пайда болуы дейді. Келесі бұл витамин С, аскорбин қышқылы деп аталады. Бұл витамин бізде тотығу және тотықсыздану реакцияларына қатысады екен. Көптеген ферменттердің құрамына кіреді. Антиденелердің түзілуін қамтамасыз етеді. Бұл да өте бір маңызды сөйлем. Шеміршек пен дентиннің түзілуіне қатысады. Ішекте темірдің сіңуін арттырады. Итмұрын, қарақат, бүлдірген, лимон, пияз, сарымсақ, қырыққабат және алмада көп кездеседі екен. Тәулігіне 50-100 мг қажет екен. Бізде витамин С витамині апельсинде, қызанақта, гуава деген бір жемістерде кездеседі екен. Келесі бізде С дәруменінің жетіспеушілігінен пайда болатын цинга деген ауру жайлы айтып кететін боламыз. Цинга ауруы құрт құлақ деп аталады. Егерде адам цинга ауруымен ауыратын болса, ол тез шаршайды екен, қызыл иек қанайды екен, бұлшықеттері ауырады, қылтамырлары үзіледі, буын ауырады, тістер босап түседі, ағзаның ауруларға қарсы тұруы төмендейді. Яғни иммундық жүйесі сәл-пәл төмендейді екен. С витаминінің жетіспеушілігінің белгілері бұл сол дененің оңай көгеруі, қызыл иектің ісінуі, қанталуы, бұлшықтың ауруы. Жаңағы цинга ауруымен байланысты. Келесі Д витамині бізде кальциферол деп аталады. Бұл сүйектің дұрыс дамуына қамтамасыз ететін бір дәрумен. Бұлшықтың тонысын күшейтеді, кальций алмасуын реттейді екен. Күннің ультракүлгін сәулелері арқылы ағзада түзеледі. Яғни витамин Д бізде күнге шыққан кезде синтезделеді екен. Тәуліктің мөлшері 1 мг. Балық майы, бауыр, жұмыртқа, сарыуызда кездеседі. Яғни суретте көрсетілгендей балықта, күннен және жұмыртқадан және де саңырауқұлақтарда кездеседі екен. Бұл
витамин жетіспесе адамдарда рахит деген ауру пайда болады, мишель деп аталады екен. Кальций фосфор алмасу бұзылады, бой баяу өседі, сүйек тез сынғыш болады, аяқ сүйектері қисаяды екен, бас пен қарын үлкейеді дейді. Келесі бізде Б дәрумендердің тобына бір шолу жасап кетсек, бұл тиамин. Көмір сулар алмасуына қатысатын дәрумен екен. Жүрек бұлшық ет жүйке жүйесінің қызметін реттейді. Тазартылмаған дәндерде бұршақта жұмыртқа сарыуызында кездеседі. Жетіспеушілігінен бери деген ауру пайда болады. Б2 рибофлавин деген дәрумен етте, сүтте, бауырда, жұмыртқада және дәндерде кездесетін дәрумен. Оның жетіспеушілігінен көздің мөлдір қабығы қабынады екен, ал ауыз қуысының шырышты қабаты да қабынады. Келесі Б6 пиридоксин деген дәрумен бізде ақуыз алмасуына қатысады, қан тамыр қабырғасындағы холестериннің жиналуын тежейді және арпа, бидай ұнтағында, бауырда, сыра ашытқасында кездеседі. Оның жетіспеушілігінен адамдарда атеросклероз дамиды, бауыр семіреді екен, көкбауыр қызметі бұзылып, қалқанша безі қызметі да нашарлайды екен. Бізде Б витаминдері жұмыртқада, сүтті бір өнімдерде кездеседі. Келесі бұл никотин қышқылы деп аталатын дәрумен. Бұл дәрумен тотығу реакцияларында ферменттердің құрамында кездеседі. Май қышқылдарының синтезіне қатысады екен, амин қышқылдарының алмасуына қатысады, және де қарбыз, алма, сыра ашытқысы, кебек, бауыр және етте көп кездеседі. Яғни осы суретте қарасақ, ет, бауыр, жұмыртқа, сүт жүгері бар екен, бидай, сүт өнімдері, балық. Бұл витаминнің авитаминозы бізде пелагра дейтін бір ауруға әкеледі. Пелагра 3D деп жатасақ болады. Мысалы, дерматит деген бізде теріде дақтардың, көпіршіктердің болуы, диарея, ас қорытуының бұзылуы, үшіншісі деменция, психика қызметінің нашарлауына әкеледі екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Лучше деп комментарияңызға кетіңіздер. Барлықтарыңа сау болыңыздар.